Зәке, сіздің расменде қатыныз жоқ па? Жоқ, өйткені мен 50%-ымды жоғалтқым келмейді. Бірақ екі ұлым бар. Одан тұрмысқа шық деп не үшін сұрамадыңыз, әлде сұрақ көріп пе едіңіз? Сұрағам. Ендеше, не болды? Ол жоқ деп жауап берді. Кет, әке, сізге неге? Қашан болған жағдай ол? 1-2 жыл бұрын. Өйткені мен оған 20 жыл бірге өмір сүргеннен кейін маған тұрмысқа шығуға лайықтысың дегем. Ол маған сенімен бірге болу үшін маған міндетті түрде сенің қатының болу қажет емес деп жауап қайтарды. Ол мықты, өте мықты. Сөзіңізді қайтарғаннан кейін қандай күйде болдыңыз? Керемет, тамаша. Өйткені сондай әрекеттен кейін менен одан да көбірек құрметке ие болды. Өйткені мен әрдайым жеңімпаз болуым шарт емес қой. Тағы бір көрмедіңіз бе? Жоқ, онда бір мүмкіндік болды. Екінші шанс бермеймін. Дегенмен ода менен туған екі ұлы бар. Ол дегенің үйленуден маңызды емес пе? Оны бастапқыда қалай көндіріп едіңіз? Ол сізді ұнатпады деп естігем, негізі рас па? Мен берілмедім. Басында сары шашты қызды көріп басым кетті. Мен Феррари мініп, блатной, крутой жігіт болып көрінгім келді, бірақ оның да машинасы жақсы еді. Парковкаға келіп, айуан болып көрінуге тырыстым, бірақ ол маған мүлде назар аудармады. Бірақ мен берілген емеспін. Негізі ешқашан берілмеу керек, сонда қалағанына жетесің. Иә, достар, сіздер де берілмеңіздер, біз де берілмейміз. Осы қазақ контентін әрі қарай жалғастырамыз. Сіздердің қолдауларыңызбен осылай миллион подписчикқа жетеміз деген ойдамыз.